Мақсаты не Рамазанның? Тақуалыққа жету. Сізді 11 ай бойы ластаған нәрселерден бойыңды, рухыңды аулақ ұстауы. Міне, Рамазанның мақсаты осы. Құдай бір мұқтаж болып сендерге ауыздарын ойбай бекітіңдерші, қиналып жатыр. Құдай ешкімнің ауыз ашарына да, оразасына да не емес, мұқтаж емес. Азаннан кешке дейін аузына тығасың ба ерегісіп Рамазанның ішінде? Проблема жоқ. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Бірақ не? Мақсатын білді. Рамазанның мақсаты, бауырлар, тақуалыққа жеткізу. Егер де Рамазаннан кейін, Рамазанға дейін қандай болдыңыз, Рамазаннан кейін дәл сондай болатын болса, сіздің оразаңызда проблема бар дейді ғалымдар айтады. Ал егер Рамазаннан кейін жақсы жаққа қарай өзгерсең, онда сенің Рамазанның мощный болған дейді. Міне, өкініш болсын деген сөзі пайғамбарымыздың. Қалай болса солай Рамазанның мақсатын, мұратын, ішіндегі руханиятын білмей өткен адамдарға өкініш болсын дейді. Не Құран оқымаған адамдарға.